Баршаңызға сәлем. Өте оңай дайындалатын пирог дайындаймыз. Жұмыртқаның үстіне қантты салып, жақсылап ақ көпіршік болғанша миксерлеп, бөлме температурасында сүтті құйып, ерітілген сары майды құйып, жақсылап миксерлеп аласыздар. Оның үстіне қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, електен өткізіп, тағы да жақсылап миксерлейсіздер. Онда міндетті түрде електен өткізіп салсаңыздар, сонда сіздердің пирогтарыңыз көтеріліп шығатын болады. Осы дайын болған қамырды енді екі бөлікке бөліп, бір бөлігіне 2 ас қасық какао ұнтағын қосып, тағы да жақсылап миксерлейсіздер. Осы дайын болған қамырды енді табаның ортасына кесені немесе стаканды қойып, екі бөлікке екі жағына дайын болған қамырды қойып, әдемілеп үстіне кез келген жемісті немесе орехтарды қоссаңыздар болады. Кесе немесе стакандарын сынбайды, қорықпаңыздар. 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп алып, суығаннан кейін екі бөлікке бөліп, үстіне қант ұнтағын қосып ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді шығатын пирог, міндетті түрде дайындап көріңіздер.